Армысыңдар? Честь имею. Ассаламу алейкумдар. Так. Бір ойыммен бөлісе кетейін дедім. Қазір не дейді, интернет жүйесінде қатты талқыланып жатқан зат Шыңғысхан Қазақ деген. Енді біреулер оны бастап еді. Қазір екі-үш неде платформада кеше, вот между, во всяком случае кеше солай болды. Екі-үш платформада Шыңғысхан Қазақ, Шыңғысхан тағысын солай айтып жатыр. Соған мен де өз ойымды қосайын дедім. Шыңғысхан Қазақ екенін мен бір аяғынан айтқанмын. Оны бірақ ол кезде ешкім тыңдамаған. Но айтайын деген ойым ол емес еді. Қарақұрым дегенге тіреледі Шыңғысханды әңгімесін айта бастасаң. Қарақұрым деген могила, қара деген бізде вечный, черный, старый, неиссякаемый. Сондай мағыналар береді қара деген. Қара халық дейді мысалы. Қара халық деген енді основная масса дегендей аударылады. Енді соның бәріне ойланып келгенде Қарақұрым, енді басқа тілдерде ол Қарақұрым моңғол тілінде, Қытай тілінде, енді орыс тілінде вообще мағынасы жоқ екен. Түсінікті, Черное море сияқты. Сондықтан қазақта тағы да мынандай жер атауы бар. Төретам дейді. Төре деген сөздің осы Шыңғысханмен байланысты. Оны Шыңғысхан алдында да төре деген сөз болған шығар. Бірақ төретам деген тағы да мағынасы ма, жаңағы синоним жағынан ба, Қарақұрымға оры математический тілмен айтқанда имеет больше и меньше значение и равенство дейді. Сондықтан соны әлі ешкім қолданмады. Мен бір жайлап сыбырлап айтып қарап едім. Метрлер менен профессионалдардың құлақтарына салып, олар оны бірақ құлаққа аспады. Сондықтан сонда кім қалай тағы да мүмкін естімей қалғандар, білмей қалғандар болса, сондайға көздері қарастары қалай екенін білейін деп едім. Соны және құлақ қағыс қылып іле айта кетейін деп едім. Сөйткен заман думаю, что забыл, что не забыл. Наверное, на этом все, закруглимся. Ал сау болыңдар. Шыңғысхан менен Қарақұрым менен Төретамның байланысы болып қалуы мүмкін. Тағы бір айта кететін. Есіме түсті. Қызыл Орда деген ат, мысалы ол Перовский болды, тағы бір неме деген атпен болды. Алаш қайраткерлері соны Астана қалғысы келді, Ташкентті нетіп еді, оны Өзбекстанға беріп қойды, Орынборды нетіп еді, оны Семейде болды енді. Орынборды нетіп еді, орыстыралық қойды. Енді ол Ташкент пен Орынборға жабыстырған себептері Ташкентте архив болды, Орынборда архив болды. Олардың енді жаңағы ой нелері үрейіміз қалайды. Мышленісі мықты болды да, сондықтан олар сол архивті де бірге қалай
Ой, орысшамда, қазақшамда жетпей қалды. Сол архивке қолдарын жеткізгісі келді, в общем, шынына келгенде, документтерге. Бірақ орыстың жаңағы нелерді, зиялылары большевиктерді ақмақ болмады, сондықтан олар да сол екі архивтен бізді кесіп тастады. Сондықтан олар Қызылордаға барып тірелгені мен енді ойым. Сол төретамның байланысы бар шығар. Қанша айтқанмен төрелер ненің басында болды. Алаш орданың, Алаш партиясының құрамында. Сол сонында менде жақындағысы келген шығар деген ойыменен соны айта кеттім. Ал сау болыңдар, көп сөйлегеннен пайда жоқ. До свидания.